17-ші жазғы паралимпиада жүлдегерлерде бүгін мемлекеттік наградалармен марапатталды. Алтын медаль иегері Давид Дегтярев бірінші дәрежелі, Ақмарал Науатбек үшінші дәрежелі барыс орденін алды. Сондай-ақ ұлттық құраманың бас бапкерлеріне парасат, құрмет ордендері және мемлекет басшысының құрмет грамотасы табысталды. Ақмарал Науатбек әлем және Азия чемпионы. Дзюдомен 11 жасынан айналысады. 2021 жылы көру қабілеті нашарлап, пара дзюдодан ұлттық құраманың сапына қосылды. Дарынды спортшы мұнда да қарсылас шақ келтірмеді. Парижде Францияның белді балуаны Сандрин Мартинді тізе бүктіріп, қазақ қыздар арасында алғашқы паралимпиада чемпионы атанды. Әуелі халықтың қошеметіне бөленген дзюдошы бүгін мемлекеттік наградамен марапатталды. 6 ай бойы тек қана осы паралимпиадаға дайындалдым. Барлық қарсыластарымды зерттедім. Еңбегім еленіп жатыр, халық қуанып жатыр. Халықтың қолдауы бар, барлығын сезініп жатырмыз. Ал бұл Париж паралимпиадасының күміс жүлдегері Еркін Ғаббасов. Нысана көздеуден ел тарихында медаль алған тұңғыш парамерген. Үмітті ақтаған үшін парасат орденін алды. Алдағы жоспар енді Лос-Анджелесқа дайындаламыз. Ең бастысы жылдың бірінші-екінші жылдарында лицензияны алып, соған дайындалым. Арманым сол, Қазақстан туын ортаға жоғары көтеріп желбіреткім келеді. Күміс медаль иегерлері Нұрдәулет Жұмағали мен Ерғали Шәмейде парасат орденінің кавалері атанды. Олар жүлдегерлері Дастан Мұқашбеков, Зарина Раифова, Даяна Федосова және Жұрқа Мырза Шүкірбеков құрмет орденімен марапатталды. Ел мерейін асырған оғландарды дайындаған бапкерлердің де еңбегі ескерусіз қалмады. 21 жылдан бері тыңғылықты осы паралимпиада ойындарына дайындалдық. Осы Қазақстанға келгеннен кейін біздің халық құрметтеп, бәрі құттықтағаннан кейін сындап сезіне бастадық. Спортшы осындай үлкен нәтижеге жеткізіп, салған еңбегін ақтағаннан кейін ол өте керемет. Жалпы 17-ші жазғы паралимпиада ойындарында ел құрамасы 9 медальді қанжығалады. 2 алтын, 3 күміс, 4 қола бар. Осылайша байрақты бәсекеде 39-ші орынға тұрақтады. Марапат алып марқайған спортшылар мұнымен босаңсымайды. Келесі олимпиадаға қазірден дайындалып жатыр. Жанел Нұрболат, Қошқар Байқалиев, Жібек жолы.